14 ғасырдан бері бір әрпі бір нүктесі өзгерді. Енді қарашы, мынау қалай кемшілік емес. Саған арнап жазылған кітаптың ішінде сен түсінбейтін сөздердің болуы кемшілік емес па сонда? Құран тек қана адамзатқа тура жолды көрсететін ғана кітап емес, ол құлшылық. Жоқ, адамзатқа арналған кітап па, соны айтшы маған. Адамзаттық кітап, иә. Дұрыс, адамзатқа арналған. Адамзатқа керек нәрсені ғана айтты. Енді қалай адамзатқа керек нәрсе? Жаңағы Алланың өзі ғана түсінетін аяттар адамзатқа керек. 5-6 аят ол тек қана Құрандағы. Құранның мұғжиза болуында. Мұғжиза болуында Құранның. Мұғжиза болуында. Мысалға, кез келген нәрседе адам соған иман келтіре ма, сене ма, сенбей ма деп Алла Тағала адамның иманын осы дүниеде сынайды. Мынандай көзқараспен сен ешқандай нәрсенің мінін көрмейсің ғой. Енді 6666 аяттың ішінен маған барлығы түсінікті, ішінде 5-6 аят Аллаға ғана аян болды. Оның мағынасы. Енді қарашы. Менің пікіріме, иманыма бұл өзгеріс кіргізе ма? Мен оны мұғжиза ретінде қабылдаймын. Мен мысалы скорый машина жасаймын. Скорый деген ол адамның жасағанымен Құдайдың ісін салыстыруға болмайды ғой ол. Тыңдаса енді. Салыстыруға келмейтін нәрсе. Ой, тыңдашы енді. Мен бір не жасаймын, скорый машина жасаймын да. Яғни ол нақты мақсаты бар. Бұл скорый машина, жаңағы жедел жәрдемнің машинасы, ауыр сырқат адамдарды тасуға арналған. Енді осы скорыйдың артына мен бетономешалканы қосып берсем, содан кейін сол скорыйдың машинасын алатын адамдар, больницаныкілер, мынау деген дәрігерлерге больницаға арналған машина, бұның артына бетономешалканы неге сап қойдың десе мен, бұл менің мұғжизам. Бұда бір ғажайып бар. Бұл машина мінсіз деп бет бақтырмай отырсам. Бірақ адамның бәрі көріп тұр, скорыйдың артында бетономешалка тұрды. Бірақ менің көзқарасымда бұл идеальный машина да. Сосын олар маған айтатын болса, неге сен оны сап қойдың десе, бұлда бір ғажайып бар деп отырсам. Бүйтіп қарайтын болсам, мен кез келген нәрсені ақтай берем ғой. Мен бұлай қарайтын болсам. Яғни анық көріп тұрсың, бұл машинада оған қажеті жоқ, дәрігерлерге дым керек жоқ, бірдеңе тұр да, бетономешалка дәрігерлерге түк керек жоқ нәрсе тұр. Бірақ соның керек емес екендігін маған айтса, мен бой бермеймін да. Жоқ, бұлда бір ғажайып бар, бұл машина мінсіз деп тұрмын да. Мінін көріп тұрсаң да көзге. Бұлай қарайтын болсаң, кез келген нәрсенің міні жоқ қой онда. Любой нәрсенің. Білмеймін, фильтрлерің бір түрлі, сендердің фильтрлерің бір түрлі. Таң қалам бар ғой.